Саламатсыңдар ма, балдар? Бүгін біз 4-ші сынып әдебиеттік оқу 81-ші сабақты талқылайтын боламыз. Ғарышқа сапар. Бірінші тапсырма. Ойлан. Суретті пайдаланып ұйқас сөздерді табыңдар. Ұшты-ұшты ойынын ойнаңдар. Үлгі, тарақ, парақ. Бұл жерде берілген суреттерден ұшты-ұшты ойынын ойнайтын боламыз. Ұшақ, пырақ, кит, ит, арба, қарға. Тағы да басқа сөздерді жазсақ болады. Екінші жаттығу. Ғарышқа ұшқан жануарлар туралы не білесіңдер? Ғарышқа ұшқан жануарлар туралы жануарлар ғарышта болған алғашқы тірі жәндіктер болды. Алғашында ғалымдар адам баласы ғарышта ұзақ уақыт бойы салмақсыздық күйінде өмір сүре алмайды деп ойлады. Сондықтан да салмақсыздықтың тірі табиғатқа әсерін тексеру үшін олар алдымен жануарларды ғарышқа аттандырды. Юрий Алексеевич Гагарин 1934 жылы дүниеге келіп, 1968 жылы дүниеден өткен. Ол 1961 жылы 12 сәуірде Байқоңыр ғарыш айлағында ғарышқа ұшқан тұңғыш ғарышкер. Ол жерді айналып 1 сағат 48 минуттан кейін жерге қайтып оралды. Қазір көптеген оқу орындары, қалалардағы көше, алаңдар Юрий Гагарин есімімен аталады. Үшінші жаттығу. Тұңғыш ғарышкерлердің өмірбаяны туралы деректерді тыңда. Түсініп оқы. Аман, қайтып кел, звездочка. Ықшамдап алынды. Ғарышайлық жұрт жүріп жатқан жолдан алыс орналасқан. Онда маман инженерлер мен техникалар тобы жүреді. Осы жерде ғарыш кемелерді ұшыратын қуатты зымырандар қарастырылып дайындалады. Осы жерден олар аспанға самғайды. Бізге сары ағыл итті әкеп көрсетті. Мен оны қолыма алдым. Салмақ 6 килограммнан аспайды екен. Оны еркелетіп, жанынан сипап едім. Қолымды жалап алды. Ол бала кезінде көп ойнаған біздің үйдің итінен айнымайды екен. Иттің атын сұрасам, оған әлі ат қойылмапты. Ғарышқа аты жоқ жолаушыны жіберуге бола ма? Болмайды ғой. Ат табуымыз керек. Мен итті көтеріп алып, жерге қоя бердім де, аман-есен орал, звездочка дедім. Жиналғандардың бәрі осы атты құптап, звездочка болсын деді. Ғарыш айлықтағы алып құрылысқа мен бір жағы қуанып, бір жағы таң тамаша болып қарап қалыппын. Ұшу алаңында ең соңғы дайындыққа қызып қарап тұрдым. Белгіленген уақыт жақындап қалды. Дәл қазір-ақ ұшуға бұйрық белгілі тұр. Осы минуттарда ұшуға звездочканы емес, тап мені дайындап жатқандай сезіндім. Бейне бір аспанға шырқап кеткен ғарыш кеменің ішінде отырғандаймын. Мүмкін адамдардың ішінен мен бірінші болып ұшармын да. Міне, ғарыш кеме ұшайын деді. Атқан оқтан да тез қона